сіздің қымызыңыз жаңағыдай басқа теппейді дейді. Бізге ондай керек емес дейді. Сосын айтамын, ол не сонда десем, сол анау басқа тебетін болу керек дейді. Ой, жоқ, мен ондай істей алмаймын, бауырым, сен ренжіме десең. Ой, жоқ, бізге сондай шығарып бер дейді. Ол бізге алып келгеннен кейін, біз оны тексергеннен кейін масайы бір результат тапсақ, жаңа алкотестермен көрсетеді ол зат. Соны өзіне көрсетеміз, негізі айтамыз, түсіндіреміз. Соның өзінде де адамдар жаңағыдай қорғану ретінде жаңағыдай нетеді, келіспейтіндер болады, соттасатындар болады. Мен қымыз ішсем неге, ол арақ емес қой, ол неге солай болады дегендей. Сол деп пайғамбар мындай сөз бар да, иманнан кейінгі амандықтан артық сендерге нығмет берілген жоқ дейді. Иманды қояды, одан кейін иманнан кейін денсаулық нығметін қояды да. Сол жерден де біз білуге болады денсаулықтың қандай бір жалпы өмірде, адам өмірінде маңызды екенін. Біздер андай дәстүрлі жолмен істеп бергенде де олар көбісі жастар ұнатпайды ше. Ұнатпайды. Мынау неге мындай, мынау неге андай дейді. Мысалға мен өзім дәстүрлі жолды несін жаңағыдай, мысалға ысталған қымыз жақсы көрем. Негізі мына таза қымызды ішкен адам, оның демінен ешқашан да промилле шықпайды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті де қадірменді көрермендер. Сіздермен Ансар Медиа YouTube арнасында қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгін бізде кезекті подкаст. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонақтарымен таныстыра өтсек, менің жанымда отырған Алманиязов Сәкен мырза, бұл кісі медициналық куәландыру кабинетінің меңгерушісі. Қош келдіңіз. Және де екінші біздің спикеріміз Кушербаев Медет, хан қымыз ұлттық сусынының негізін қалаушы кәсіпкер. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Алла қаласа подкастымызға Алла тағала берекесін берсін. Жақсы сұхбат құрамыз деген үміттеміз. Енді ең алдымен біздің тақырыбымызға көшсек, бүгінгі біздің тақырыбымыз подкастымыздың таза өнім, таза өмір. Яғни біз осы подкастымыз еркін форматта денсаулық жайында және денсаулыққа пайдалы өнімдер жайында бұйырса әңгіме қозғайтын боламыз. Енді ең алдымен подкастымызды бастамас бұрын өздеріңізді халыққа бір кішігірім таныстырып өтсеңіздер, қай өңірден сіздер, қандай кәсіппен айналысасыздар, мамандықтарыңыз қандай деген секілді бастасақ. Бисмилля. Жалпы мен өзім бізде енді облыстық психикалық орталық бар, психикалық орталық. Соның бір бөлімшесі мына қаладағы сарапта бөлімшесі деп айтамыз, медицина куәландыру кабинеті. Сол жерде бізге жеткізген жүргізушілер болады, жаңағыдай арақ ішіп қылмыс жасаған адамдар болады. Соларды біз медицина куәліктен өткізіп, соларға сараптама акт береміз, заключение ше, қорытындысы мас па, мас емес пе, сондай факт бар ма. Соны біз осыдан бір 10 жылдай болды, сол жақта біз жұмыс жасаймыз, дәрігеріміз өзіміз. Дәрігер сол кабинеттің меңгерушісіміз. Негізі мамандығыңыз дәрігер, иә? Дәрігер, иә. Сізде Медет мырза, өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Медет. Шалқар ауданы Қаршығат елді мекенінен. Сол жақтың тумасымын. Сол жақта туып өскенмін. Иә. Енді қазір мына қымызбен айналысып жатқанымызға, жалпы осы мына брендті қалыптастырғанымызға сол 4 жыл болды уже, 4 жыл болды. Бірақ бұған дейін 2011 жылы ма несі жолы содан басталып келе жатыр. Негізгі идея бұл. Иә, идея сол жаңағы қымызды сатып, енді ол жерде сауда қылып, күнкөріс қылып естедік қой, фермерлермен жұмыс жасадық. Иә. Сол үкіметте жұмыс жасап жүрген кезде, сол кезде қатарлас солай жұмыс жасап жүрдік. Қай жылы мына бренд қалыптасты, хан қымыз? Бренд бұл 2022 жылы қалыптасты. 2022-де пандемияда қалыптасты. Официально кәдімгі хан қымыз. Иә, сол кезде хан қымыз деп кәдімгідей бірден несін маркасын бекітіп, қасымда ол жерде серіктестерім бар. Сол гаражда біздер бастағанбыз кәсіпті. Иә, Ринат дейтін серіктесім бар. Сосын Қанат дейтін қасымда бауырымыз, екеуміз, бәрі үшеуміз бір гаражда бастап кеттік. Иә. Ол кезде енді бір
сол нелер болды жаңағы не дейтін еді, ол бастауға да бір себептер болды. Жаңағыдай қазіргі анау Башкирскийден қымыздар кіріп жатты ғой, Башкириядан. Иә. Солармен де бұрын жұмыс жасады да, солармен жұмыс жасап келген кезде олар жаңағыдай бір белгілі бір затты орындамаған үшін бізге поставка жасамады да. Содан кейін біздер жаңағыдай не дейді, сол немен шабыт алып ары қарай жұмысты бастап кеттік. Өзіміз де шығара аламыз деп мен сол кезде не істегенбіз, бастағанбыз. Негізгі жалпы бұл қымызбен байланысыңыз қашан басталды? Сіз өзіңіз бастадыңыз ба, немесе сіздің ата-анаңыз? Жоқ, ондай менің ата-аналарым ондай барлығы өзім. Мен негізі теміржолшымын, кәсіп бітірген нем, оқу. Мен теміржолда жұмыс жасадым 7 жыл. Одан кейін сол қатарлас жүрген кезде сол неде Түркістан облысында Түлкібас дейтін аудан бар. Сол жақтан тасып жүрдік біздер. Сол кезде де әлі дамымаған кездер. Енді не істеп жатты. Сол жылдары сол басып тасып жүрдік. Содан кейін өте келіп, одан кейін сол жайлап анау базарларға кіргіздік. Базарлармен жұмыс жасап жүрген кезде өздерінің қиындықтары бар. Содан кейін не деп айтып жатыр? Дүкенге кіру мәселесі бар ғой. Не дейді? Мысалға біздер қазір БЦ категория, БЦ категория дейді ғой. Дүкендерде. Мысалға супермаркеттер, дүкендер, оларға кіру үшін бір белгілі деңгей бар да, жаңағыдай санитарный нормалардан өту керексің. Соған шейін біздер базардың айналасында жүргенбіз кезінде. Базардың айналасында жүрген кезде енді ол жерде біресе былай сауда қатты адамдар түсінбейді ол жылдары. Сосын енді Башкирияның 2016, оған шейін 2016-та сол Башкирияның қымыздары кіріп бастаған кезде, сол кезде солардың торговый маркаларын көрдік. Негізі оның алдында да сондай идеямен жасаймыз деп жүрдік. Содан кейін солардың несі бір мотив берді да. Сол мотивтен кейін біздер пандемияда бастап кәдімгідей алып кеттік. Пандемияда басталды. Пандемияда басталды. Сол қазіргі таңға дейін жалғасып келе жатыр. Жалғасып келе жатыр, Аллаға шүкір. Негізі жалпы баршамыз білеміз, бұл қымыз бұл қазақтың бір дәстүрлі сусыны. Баршамыз білеміз, ол ұлттық дәстүріміз, біздің ұлттық құндылығымыз. Сіздің осы ұлттық құндылығымыз жандандырып жүргеніңіз ол баршамызды қуантады. Және де осындай ұлттық құндылықты жандандырып жүру сіз үшін бір не ма? Осы нәрсені бір мақтан тұтасыз ба? Ұлттық дәстүрді ары қарай жандандырып жүргеніңіз үшін. Енді сол қалай айтса болады. Сол жылдар не бастадық қой 2011-лерде. Ол кезде конкуренция болған жоқ қой. Бәсекелестік болған жоқ. Қазір айтарлықтай конкуренция, бәсекелестік бар. Енді бірақ сөйтіп айтқанның өзінде де нарық бос тұр. Мысалға қазір енді осы биыл андай фестивальдар ұйымдастырып жатыр, жаңағыдай қымызға қатысты. Бірақтан да андай мына дәстүрлі деп айтады ғой. Біздерде негізі біздің маркалар негізі қымыз өніміне жатады. Қымыздың өзі емес. Қымыздың өнімі. Яғни біздерде нелер бар. Мед бар. Сүттің өзі болады, сүт қоспасы болады. Сосын бие сүтінің өзі жерлерде енді айтқан кезде өнім да бұл. Жаңашаланған түрі. Жаңашаланған түрі бұл. Жаңашаланған түрі. Өйткені біздерде былай ғой, андай 2022-де бастаған кезде қымыздың өзін істедік. Енді былайынша айтқан кезде дәстүрлі жолмен істедік. Сол енді медовый вкус дегеннен кейін Башкирияның вкусымен істедік та, сол форматта да жасадық та. Сол кезде өзінің бір қиыншылықтары болды. Ол высший сегмент товар жасадық. Сөздің шыны керек, анау қымбат медпен, қымбат жаңағыдай қымыздың аштықсымен, өйткені андай қымбат қымыздың аштықлар болады. Мысалға бір мастер жасаса, қымызды әдемілеп тұр. Ол аштықсын
жаңағыдай жақсы бағаға сатады. Енді содан саумалмен сосын ары қарай өзінің технологиясымен істеп кетесің. Бірақ ол жолда біздер андай өзіміздің бір қиындықтарға тап болдық, өйткені мынандай нәрселер бар, қалай деп айтса болады, тез бұзылып кету, тез сақтамайды. Мысалға бізде мысалға біздің өнімді қазір біздер талап қоямыз 0 градуста плюс 5 градуста сақтауға біздер талап қоямыз. Егер ол орындалмаса біздер көбаса қоя бермейміз. Яғни сондай бір қиындықтар бар. Қиындықтар болды. И сол медпен жасаған кезде натуральный алып, яғни сол кезде бір не болды, адамдарға түрлі нелер болды, жаңағыдай комментариялар болды. Біздер андай дәстүрлі жолмен істеп бергенде де олар көбісі жастар ұнатпайды. Ұнатпайды. Мынау неге мындай, мынау неге андай дейді. Мысалға мен өзім дәстүрлі жолды несін жаңағыдай, мысалға ысталған қымыз жақсы көрем, бірақ көбісі жақсы көрмейді оны. Көбісі жақсы көрмейді. Өйткені мынандай қазіргі буын мынандай зат қой, андай газированный, андай кока-кола сияқты өнімдерге үйреніп қалған буын ғой. Ал егер оны бұрынғы дәстүрге үйрету үшін оған бір белгілі бір нелер керек, механизмдер керек. Мысалға, сіз кішкентай кезіңізде бір дәммен өсесіз, ащы дәммен. Сіз өскен кезде де оны ішесіз. Ал қазіргі жастар, балдар ондай кока-коламен өсті, оларға ол дәмді әкеліп бере алмайсыз. Оларға бір не дейді, бір не деп айтатын еді, ойбай мынау не, жаңағы қышқырып кеткен, ашып кеткен, сөйтіп кеткен дейді ғой. Бірақ енді пайдасы жағынан, өйткені не ғой, жаңағы пайдасы, аштығының пайдасы, қымыздың пайдасы жалпы андай не деп айтады, бактерия ғой. Бактерия. Сол ас қорыту жүйесіне, ішектің не дейді, ас қорыту, ішек құрылыстарының бәріне пайдалы да бұл. Оны бірақ адамдар андай нені, тәттіні жақсы көреді. Біздер сол неге екі ортадан бүйтіп ұстап бердік. Екі ортаны ұстап бердік. Сол себепті біздерде андай не ғой, общепиттерді жақсы өтеді, супермаркеттерді жақсы өтеді мысалға. Ондай тамақтан кейін ішуге, еттен кейін ішуге бізде өте, біздің не, жаңағы қымыз, сол өте соған келеді. Ас қорытуға, өйткені аштық ғой. Аштықаны ас қорытуға жақсы. Сол себепті сол андай заманға бүйтіп ыңғайладық. Алла берекет берсін. Амин. Енді келесі сұрақ Сәкен мырза, сізге қойғымыз келіп отыр. Жалпы мына заманауи медицинада табиғи өнімдерге, оның ішінде осы қымыз сияқты сусындарға көзқарас қандай? Заманауи медицина деген ондай қазір бат деген шығып жатыр ғой, білесіз ғой, соңғы бат деген жаңағы биологическая добавка дейді ғой тамаққа. Өйткені біздің қазіргі табиғатта жаңағы табиғи өсімдіктер аз да, химикаттар көп, адам жаңағы сосын экология бұзылған, соның себебінен көптеген сырттан келетін денеге керек қажеттілік өнімдер, яғни ол жерден шығады ғой бәрі де. Соның барлығы жетіспеген себебінен адамға сырттан бір бат деген бар шығады, химикалық жаңағы табиғи өнімден негізгі заттарын шығарып, содан адамға концентрированный күйінде беретін заттар болды. Енді бұл қымыз тағы басқа өнімдер, сүттің өнімдері, эквастанның кезінен бастап келатқан белгілі заттар адамға өте керек, қажет. Сүт өнімдері ол бұрыннан бері бар. Кефир деген сиырдың сүтінен шығатын, ешкінің сүтінен шығатындар көп пайдалысы бар, оны зерттелген. Өйткені құрамында оның адамға өзінің денесінде шықпайтын жаңағыдай химика реакциясымен бір сырттан келетін қажеттілік бір нелер бар, өнімдер болады. Линолеон кислота деген болады, жаңағы аминокислоттар болады, кейбір адам дене шықпайтын, ол сырттан келуге обязательно. Ол ана біздің химия процесстерге өте қажетті заттар. Ол болмаса адам ферменттер шықпайды, гормондар аздайды, сөйтіп адам ауыра бастайды екен. Енді мына қымыз
енді бүгін тема қылып оласын жерде бұл өте пайдалы зат, өйткені оның құрамында көптеген біздің денемізге қажетті заттар бар. иә сол пайдасын айтсаңыз, адамның мысалы сауықтыру мақсатында қолдануға болады ма қымызды, және қай жағынан пайдалы адамның денсаулығына деген секілді медициналық тұрғысынан. Егер де сіздің есіңізде болса, біз Совет одағында мына Бершөгір деген жер бар, Шалқардың ортасында, Шалқардың Емінің ортасында. Сол жерде бір санаторий болған, туберкулезный санаторий дейміз оны. Ол жерде таза осындай қымызбен емделген адамдар. Таза қымызбен емделген, тіпті Совет одағының түкір жерге келген жаққа емделу үшін. Сол жерде туберкулезді емдеген осымен. Неге десеңіз, мына қымыздың әсері иммунитетті көтереді. Иммунитет адамның жалпы иммунитетін көтереді. Ол адам өзінің ішіндегі тазару басталады. Сөйтіп адамға көптеген пайдасы бар бұл өлімден. Яғни ішек асқазан тазартады дейсіз ғой? Тазартады, бауыры тазартады, бүйрек тазартады. Өкпеге көп әсері бар. Айтып отырмын, сондай туберкулез деген. Жақында осы ковид деген болды ғой, осындай. Сол кезде де мына саумал деген өнімде бар, білесіз ғой. Саумал деген енді Бенет бауырымыз біледі ғой. Саумал оны жаңа ғана бейден сауылған, қымызға айналдырмаған әлгіше таза бір өнім. Соны ішкен адамдар өзінің ковидтен емделіп кеткен. Сол кезде саумал деген атағы шықты, біз қалада көптеген қазір саумал деген сататын жерлер бар. Соның арқасында адамдар танып қалды бұл затты. Яғни пайдасы көп. Енді осы қымызды ем ретінде пайдалану үшін нақты қандай тәртіппен мысалы ішу керек? Қай уақытта ішу керек, қандай мөлшерде ішу керек деген секілді. Негізі мына саумал дегенге келсек, саумалды адам аш қарынға ішу керек. Аш қарынға, және де бір 300-200 граммдай көп ішпей, жаңағыдай 200-300, әрі кетсе 400-500-ге дейін адам денесі көтерсе, бір ішкен кезде солай ішеді. Және де оны бір бөліп, күнде бір өзінің уақыты бар, сондай бұл уақытпен жаңағыдай ішуге болады. Бір лет екі ішуде пайдасы көп, солай ішкен абзал аш қарынға. Ал енді мына қымыздың өзін тамақтан кейін ішкен абзал. Қымызды аш қарынға ішуге негізі тыйым салмайды емес, бірақ та оны несі құпталмайды дейсіз? Құпталмайды ол зат. Ол кислота болғасын жер ішінде жаңағы асқазан етеді, раздражение болады, тағы басқа. Сосын тамақтан кейін ішкен кезде оның қорытуға әсері жақсы. Қорытып тастайды адамды, жаңағы тамақ ішкен. Бізде қазір сондай бір не бар ғой, пепси-кола ішеді тамақтан кейін, қорытуға жарайды, көмектеседі деген сондай бір түсінік қалыптасып қалған. Бірақ ол ішінде шекер болған себебінен адамның көбісі соған, және де оның ішінде қосымдар бар. Біз білмейміз қандай қосымдар екенін, білетін адамдар бар та шығар. Зерттегенде оның ішінде адамдың өзіне бір тәуелді қылатын бір заттар бар да. Сол адам оны ішпесе, кәдімгідей бір тартып тұрады да. Сондай бір адамға бір әсері бар заттар бар. Соны адам ішкен кезде соған бір тәуелді болып қалады, соны іздеп отырады. Оны ішпесе, бір ішкеннен кейін сол іздеп жүреді да ол затты. Сол одан кейін ол мен сондай бір нелер бар. Өмірде болып жатқан кездесетін бір сондай жағдайлар болады. Кейбір адамдар сахарный диабетпен ауырып қалады содан кейін. Өйткені іше береді ана затты айналып келіп. Сосын адам ол секер сырттан келгеннен кейін ол секерді қорытыну үшін инсулин шығады. Инсулин ондай мөлшерде шыға алмаған себебінен адам ана секерді майға айналдырады. Ол май адамның бауырын басады, ішін басады. Сосын ар жағында секер келе берген себебінен секер қорытылмай қалады. Сөйтіп адам денесінде сахарный диабет пайда болады. Ауру болады да, сондайлар болып жатады қазір көретініміз. Кішкентай жастар, жас балдар сөйтіп ауырып жатады. Енді сіз қазір медицина саласында жүргеннен кейін, жалпы өзіңіздің практикаңызда мысалы бандай бір адамдарды кездестірдіңіз бе, қымыз ішіп өзінің денсаулығын жақсартқан деген секілді өзіңіздің практикаңызда кездестірдіңіз бе сондай адамды? Ондай адамдар жалпы көп, енді оны зерттеп жаңағыдай бір официальный түрде оны ұстап ешкім жоқ қой. Арамызда жүрген бауырлар айтады, мен осылай салма ішіп дұрысталдым дегендей.
біз өзімізде сондай бір өткеніміз самал ішіп өзімізде енді профилактика ретінде ұстап жүреміз дейді. Ауруды емдегеннен оның алдын алған дұрыс деген емес қой. Сол себептен бұндай өнімдер егер адам таза өнімдерді ішетін болса, ол ауруды жақындатпайды деген сөз ғой. Сондай затпен ауырмай тұрып, адам өзінің ауыратын уақытын, өзінің денсаулығын құптау керек қой негізі, солай ғой шариғатта. Сондықтан біз алдын ала осындай таза өнімдерді адамдарға ішуін өзіміз рекомендация береміз негізі. Бірақ адам өзінің таңдауы бар ғой, қалай ішемін десе. Анандай не бар ма, мысалға қымыз ішуге мысалы денсаулығы келмейтін адамдар, мысалы диабет деген секілді сондай бір диагноздар бар ма? Мысалы осындай диагнозды адамдарға болмайды деген секілді, немесе кез келген адамдарға. Қымыз негізі кез келген адамдар ішуге болады. Кез келген адам. Ол енді натуральный продукт болғаннан кейін Құдайдың жаратқан заты, ол ешқашан адамға зиян келтірмейді. Керісінше ол ауру адамға негізі оны ішу пайдалы. Асқазан дұрыс таралса, адамнан асқазаны, қорытындысы несі басталса, бүкіл адам аурудың емі содан басталады негізі. Адам тазарылады әуелі. Қандай бір восточный медицина алсаңыз, қандай бір несі алсаңыз да, әуелі адамды тазарту керек денесін. Өйткені токсин жиналып қалды, адам өзін қорыта алмай жатыр. Жаңағыдай денеден шығатын зат шықпай жатыр деген сөз ғой. Кіретін зат кіреді, бірақ шығуға оған әсері болмайды. Ол денеде қалады. Ол сосын ішінде ол не істейді, ол адамға зиян келтіретін заттар пайда болады. Оны шығару керек. Сол себептен осындай заттармен оны әуелі шығарып аласыз. Және де сосын одан ішінде тағы құрамдары керек заттарын алғаннан кейін адам өзін тазартып, өзін емдей бастайды. Кішкене бір уақыт керек, бірақ та сонда уақытпен жаңағыдай дұрыс пайдалану деген әдіс осы ғой. Химика емес бұл, химия зат емес, бұл таза өнім. Таза өнім дейсіз денсаулыққа пайдалы. Одан бөлек жалпы шариғатымызда да мысалы денсаулық жайында көптеген хадистер бар. Пайғамбар саллаллаху айтады ғой, адамның екі нығмет бар, адамдар оның қадіріне жете алмайды деп. Ол біріншіден сихха уәл фарағ, денсаулық және одан кейін бос уақыт. Сол кезде де пайғамбар денсаулықтың бір астын сызып кеткен да. Одан бөлек Алла тағаладан сендер кешірім тілеңдер және амандық тілеңдер дейді да. Сол кезде пайғамбар мынандай сөз бар да, иманнан кейінгі амандықтан артық сендерге нығмет берілген жоқ дейді да. Иманды қояды, одан кейін иманнан кейін денсаулық нығметін қояды да. Сол жерден де біз білуге болады денсаулықтың қандай бір жалпы өмірде, адам өмірде маңызды екенін. Енді келесі сұрақ Медет мырза сізге қойсақ, жалпы осы қымыз өндіру қазіргі заманда бір табысты кәсіпке айнала ала ма? Табысты кәсіпке дейсіз ба? Енді әркім несіне байланысты ғой. Ол жерде адамның табандылығына байланысты. Өйткені бір кісілер мысалға бие ұстап, жылқы ұстап не істеп кетіп жатады. Мысалға жаздың күні там не істейді да, биені сауады да, уже басқа сезонда уже оған күнкөріске қиындап қалғаннан кейін сата салады биелерін ше. Мысалы бір кісіні айтамын, қазіргі таңда сол немен жаңағы қымыз саласымен айналысады. Саумал сатады сондай. Бұрындары негізі кәсіпті бастаған кезде негізі екеуміз солай қатарласып жүрдік. Яғни оның да кәсібі басталды, менікі де кәсібім басталған. Бірақ анандай сол екі биеден бастап сауған кезде ода андай клиент адамдар аз болды. Сол кезде адамдар әлі ақпаратты дұрыс білмейді. Саумалдың қандай пайдасы бар, анау деген, мынау деген заттарды білмейді. Сол мысалға сол біздер андай ол кезде енді Инстаграм басталып атты. Сол кезде жарнамалап біздер сол қымызды Инстаграммен сататынбыз. Неден алып келіп, сол Түлкібас ауданынан алып келіп Инстаграммен сататынбыз. Сол айтайын деген просто андай қалай айтсам болады. Бір адамның несі ғой жаңағыдай. Кәсіптегі бір көзін айтып атқаным ғой. Сол кісіні айтайын, сол кісі сол жылдары соған қиын болды мысалға. Бір қиын болды, бірақ қиын болса да сол кісі істеп атты. Қазір оның кәсібі
айтарлықтай кәдімгідей дамып қалды. Иә. Енді Адамдар иә 2000 ал онымен қатарлас кейбір нелер болды мысалға. Сол жылдары бір жігіттер болды жаңағыдай, ой мен де айналысам, мен де бүйтем, мен де сөйтем деп жаңағыдай сондай қатты әңгімелер айтып жүреді да, бірақтан да артынан кейін тастай салады. Өйткені әрбір кәсіпті істеген кезде оның жолында өзінің қиыншылықтары бар ғой. Сол қиыншылыққа көбісі төзе алмай қалды. Бірақ осы Амандық дейтін жігіт бар, сол қазір жақсы айналысып отыр. Яғни оныкі кәсібі айтарлықтай үлкен фермасы, жақсы фермасы бар, дүкендері де бар, жылқылары бас көбейген. Сол ал енді мынандай жолға келетін болсақ, мынандай өндіріс дейді ғой, біздікіндей цех. Оның да өзінің қиыншылықтары бар. Мен мысалға айтайын сіздерге, біздерде где-то мына брендтен бөлек оның алдында қаншама сақтау, біздер ең бірінші бастаған кезде сақтаудың жолдарын білмедік қой. Бізде ол бастаған кезде жаңағыдай тоңазытқыштар, ондай сақтау орындар, қоймалар бізде болған жоқ. Сол себепті біздерге клиентке апарсақ, дұрыс сақталмағаннан кейін бұзылып кетеді. Сосын уже сенің нең қайтып қалады, жаңағыдай жұмысқа деген ынтаң қайтып қалады. Сосын кейде тастай қояйыншы дейсің да, бірақ амал жоқ. Сол кезде солай күнкөріс жасау керек болды да. Біздер қайта соны істедік. Сол 2022-де сол өркениетке мынандай аяқ бастық қой, пандемияда. Пандемия былайынша сол жылдары қиын болып отты ғой, жаңағыдай кәсіпке не дейді деп айтатын еді, бір тосқауыл қойған сияқты болды ғой пандемия. Бәрін тұмшап тастады деген сияқты. Болды, сендер ештеңе істей алмайсың деген сияқты сондай болды ғой. Біздер бірақ сол кезде бастадық. Енді Аллахтың қалауымен сол кезде біздің неміз өркениет алып кетті. Біздерге андай мысалға қазіргі кездегі бізді жаңағыдай кәсіптік енді біз былай енді мықты бір кәсіпкер емеспіз ғой, бірақ бір күн көріп жүрген кәсіп иесіміз, күн көріп жатыр былайынша айтқанда. Сосын жаңа айтайын дегенім, 2022-де біздер не болдық? Жаңағыдай мораторий, үкіметтің жалпы жариялаған мораториясы болды. Моратория жариялады ғой. 2020-дан қателеспесем 2024-ге дейін моратория жариялады. Яғни кәсіпорындарды жаңағыдай белгілі надзорлар тексеруге тыйым салынды. Болмайды жаңағыдай. Бірақ енді қазірде де қолдап жатыр ғой кәсіпті. Бірақ сол кезде сондай болды. Біздер сол себепті бастадық. Негізінде егер ол мүмкін Алла біледі, енді сол себеп болмаса мүмкін біздерге сондай бір барьерлер болуы мүмкін еді. Өйткені санэпиднадзор бар, тағы сондай надзорлар бар, олар сені тексергеннен кейін неңді тәтіңді қайтарып тастайды ғой. Енді одан кейін уже біздер не біткеннен кейін неге өте салдық. Не дейді, санэпидстанцияның жаңағыдай қарауына, бақылауына өттік. Бізде мысалға әрбір не сайын не деп айтатын еді, 90 сайын бізде келіп тексеріп тұрады. Анализ, одан қалды жаңа супермаркеттерден алып анализ жасап тұрады. Сондайлар бар да. Сіздің өніміңізде? Бақылап тұрады. Ол халыққа сол керек қой мысалға. Тексеріліп тұру керек. Біздерге айтады мысалға, бізге қағаз береді, тауарларыңыз неге өнім таза деп бізге. Жарамды деп. Жалпы осы қымыздың дәмін сақтап қалу үшін, оның сапасын сақтап қалу үшін қандай бір принциптерге сүйенесіз сол кезде? Сол жаңағы тоңазытқыш қой. Тоңазытқыштың несі режимі жоғары болу керек. Жақсы болу керек. Сол нәрсеге қатты мән береміз. Қатты мән береміз. Өйткені мысалға сүт өнімдеріне бір белгілі норма қойса, біздер ол норманы өте жоғарыға қоямыз. Өйткені өте жоғарыға қойсам, біз жақсы
товарды сақтаймыз. Мысалға 0 градус деп айтса, біздер керісінше 0-ден жоғары градусты аламыз. Иә, 0-ден жоғары градусты алсақ, біз жаңағыдай жақсы сақтаймыз товарды деген. Иә, сөреге келсе уже ол жерде енді әртүрлі нелер бар, негіздер бар. Плюс біреулер плюс 5-ке шейін ұстаса, уже бізге шамал уже қатты бақылау керек болады. Жалпы қазіргі таңда мысалға қазір қала тұрғындары, мысалы қоғамда адамдардың сұранысы қалай бұл қымыз өніміне? Сұраныс жақсы жалпы. Сұраныс жақсы, иә. Біздер қазір айтып отырық қой, аға айтқандай пепси-кола и кока-кола, біздер қазір солармен былайынша бәсекелесіп келе жатырмыз. Біз оны ойлаған жоқпыз біздер олай. Өйткені кейбір клиенттер айтады, бұрын не алатын едік, кока-кола алып ішетін едік, қазір сіздердің қаңқымыздарыңызға көшіп жатыр дейді. Иә. Бізге сондай кәдімгі клиенттер көп жазды. Енді андай дүкенде кейбір келеді, дүкенде қымбаттау еді, біздер постоянно алып тұрып ішеміз, блоктап алып ішеміз кока-коланы, сіздерден тікелей алсақ бола ма деп бізге хабарласып жатады. Осындай жағдайлар. Бұның өзі бір жетістік дейсіз ғой. Иә, біз үшін абырой, біз андай не береді, жұмыс жасауға бір не береді, ұмтылыс береді. Енді барлығы түсінікті болды. Енді жалпы бірақ қазіргі таңда осы біздің қоғамда мынандай бір көңілді түсіретін жайттар да бар да. Мысалы кейбір адамдар қазіргі таңда мысалы аға інілеріміз мысалы қымыз ішіп алады, қымыз ішіп алғаннан кейін мысалы көліктегі проблемалар пайда болады да. Мысалы көлікте жүрген кезде оны ұстап алып экспертизадан тексеріп, кейбір мысалы аға бауырларымыз 7 жылға мысалы өзінің куәлігінен айырылып жатыр да. Сол үшін енді сол сұрақты сізге қойғымыз келеді, Сәкен мырза. Мысалға жаңа сіз айтқандай, мысалы біз тексереміз деген секілді, ол жерде мас па, мас емес пе деген секілді. Сол жерде қанша промилледен асып кетпеу керек ол нәрсе? Және де осы тұрғыда, осы жағдайға сіз не айтасыз? Негізі мына таза қымызды ішкен адам, оның демінен ешқашан да промилле шықпайды. Өйткені ол құрамда, таза өнімнің құрамында 1 литрге 0,25 промилледен аспайды. Өзінен жаңағы. Ол жерде естественный процесс болғаннан кейін, кислоображение болғаннан кейін, ол жерде әлбетте спирт болады өзінің ішінде. Кефирда, тағы басқа жерде спирттер бар. Оны адам ішкен ағзасына барған кезде ол өкпеден ол қайтып шықпайды. Біздің өзіміздің денемізде де норма түрінде жаңағыдай 0,2 промилле нормальный кезінде адам спирт болады денесінде. Өткен орында да химический процесс жүріп жатыр біздің денемізде. Адам денесінде, да? Адам денесінде. Нормада 0,2 промилле, қанды тексерсеңіз, ол жерде 0,2 промилле спирт әрдеңе бар. Қазір біз отырмыз осында. Ол енді қаяқтан шығады, химический процесс болғаннан кейін бір естественный реакцияда шығады, конечный продукт болып. Ал енді оны біз сезбейміз, отырмыз оны. Қазір мен үрлесем, ол алкотестер ол көрсетпейді. Ал енді одан жоғары болып кетсе, сырттан келген алкоголь, ол жаңағыда адамның денесінен асқазаннан ол қанға түседі, қаннан кейін миға барады, одан кейін айналып келіп өкпеге кіреді. Өкпеге кіргеннен кейін ол деммен қайтып шығады, испаряться етеді ол алкоголь. Сол біз ондан тексерген кезде соны көреміз. Енді бірақ та әр адамның ағзасы әртүрлі ғой. Соған байланысты біреудің мастық күйі, мысалы осындай промилледен басталса, біреудікі одан жоғары болуы мүмкін. Сондықтан қазіргі заңда, соңғы 20-шы жылы шыққан заңымыз бар, біз заң жасаймыз өзіміз. Ол жерде промиллдің таблицасын алып тастадық. Өйткені адамның клиникасына байланысты біздің қорытындысыз. Клиника дейміз, қандай адам, мас адамны көресіз ғой, көресіз ғой. Мас адамның белгілері, бір симптомдар болады адамның признактары. Ол көзінің қарашығы, давлениесі, жүрісі, тұрысы, көзінің бетін бозару, соның барлығын біз тексереміз. Соның барлығын қағазға жазамыз. Сосын жаңағыдай адамға әлбетте одан сұраймыз, не іштіңіз деп. Кейбіреулер айтады, осындай пиво іштім деп, арақ іштім деп айтады. Соңғы 2 жыл болды, осы 2 жыл 23-тен бастаған байқағаным осы жерден
екеуін біреу қымыз іштім деп айтады. Біреулері өтірік айтуы мүмкін, енді біреулер шын айтуы мүмкін, оны біз тексермейміз. жиі кездесіп жатыр. Жиі кездеседі, адамдар келіп мас күйінде келеді, оларды алып келеді, мен қымызды ішемін деп айтады. Бір жағынан ақталу үшін айтам ма адам, өйткені бәлкім соны сылтау болып дейсіз. сылтау қылып, иә. Адамдар ойлайды ғой деймін, енді кезінен бері келатқан бір адамның ойы бар, біз өзімде естігенбіз, қымызды ішкен кезде адам кішкене масаю болады дегендей, сондай бір адамдар отырып қымыз ішеді, өзінің көңілін көтеру үшін, тағы басқа бір адамның көзқарасы деп айтамыз ғой. Кезінде Совет одағынан қалыптасқан бір көзқарас. Енді былай қарағанда мен қымыз іштім деген сөздері өзін бір ақтау үшін айтқан сөз сияқты. Енді қымыз ол арақ емес қой. Мен қымыз іштім, мен осындайға жағдайға келдім дегендей, осындай өзіне бір сылтау іздейді. Бірақ заң ең заң, адам мас болса, ол неден мас болғанын біз анықтамаймыз. Мас болмау керек. Мас болды ма, ол қымыздан мас бола ма, қымыз ішіп. Енді қымыздан айтып отырмын, қымыздан мас болмайды адам мас. Яғни қымыздың ішінде қосымдар болып тұр. Ол сол масаятын ішінде спирт болған болып тұр ғой. Құрамын өзгерте ме, қалай ол қымыз, қаяқтан келген қымыз, ол қымыз ба, ішіне бір нәрсе қазір маркетинг деген көп қой, адамдардың көбісі ақша үшін неге бармайды. Сол себептен жаңағы кейбір бауырлар, кейбір адамдар қымызды ішем деп басқа бір өнімді ішіп қоюы мүмкін. Ол енді ол бізге алып келгеннен кейін, біз оны тексергеннен кейін масаю бір признактар тапсақ, жаңа алкотестермен көрсетеді ол зат. Соны өзіне көрсетеміз, негізі айтамыз, түсіндіреміз. Бірақ соның өзінде де адамдар жаңағыдай қорғану ретінде жаңағыдай нетеді, келіспейтіндер болады, соттасатындар болады. Мен қымыз іштім, неге ол арақ емес қой, ол неге солай болады дегендей. Бірақ біз енді оны түсіндіріп айтамыз. Алкотестер көрсетіп тұр, сіздің жаңа признактарыңыз бар. Сол себептен біз сізге масай қоямыз. Өйткені ол арақ іше ме, ол не бола ма, не ішсе де алкотестерді көрсетпеу керек, ноль болу керек. Сол кезде біз оған терезе қоя аламыз. Енді біз полиция алып келгеннен кейін олар көріп тұрады. Солардың көзінше прозрачный бәрі жасағаннан кейін, оны көрсеткеннен кейін, бұл қаяқтан келген қымыз. Оны біз әр жағына зерттемейміз, өйткені біздің құқығымыз жоқ, қаяққа барып, қаяқтан алдың, неге оның ішінде жаңағыдай сондай бар деп. Бірақ жалпы өзіміз үшін кезінде бір эксперимент ретінде істеп көргенбіз. Сондай барып белгілі бір жерлерден сондай бутылочный қымыз алғанбыз. Қымыз деп жазылып тұр ғой сыртында. Кейбір қымыздарда сондай бір түсінбейтін бір заттар нелері болады. Названиесі не ме? Жазулары үстінде бір ядро не ма, тағы бір нәрсе дегендей, сондай бір нәрсе. Соны бір тексеріп көргенімізде өзіміздің бауырластар, жұмысшылар, кәсіпкерлер жасап, солар ішіп, өрлеген кезде кәдімгідей көрсетеді промиллді. Кәдімгідей біз енді былай деп айтамыз, кейбір айтады, кефирді ішкеннен кейін бірден үрілсе, оның ішінде де көрсетеді дейді. Шынымен де көрсетуі мүмкін. Өйткені ішінде жаңа айтып отырған 1 литрге 0,25 промилль болғаннан кейін, ол да жаңа аузының есінен шығады, анау аппарат көрсетеді. Бірақ 5 минут, 10 минуттан кейін ол көрсетпейді, ол нөл көрсетеді. Өйткені аузының есі испаряция өткеннен кейін ар жағында өкпеден шықпайды ол зат. Құрамы аз. Ал енді мынау шығып 10 минуттан кейін болсын, 20 минуттан кейін, жарты сағаттан кейін, 1 сағаттан кейін көрсетіп тұрғаннан кейін, яғни ол кәдімгі адамның өкпесінен шығып тұрған деймін. Ол енді айналасқа келген, сырттан келген бір ішінде этиловый спирт бар болып тұр. Яғни сол нәрсе көрсетіп тұрса, значит құрамында бар дейсіз. Иә, бетте. Болмаса ол көрсетпейді. Болмаса ол көрсетпейді. Сол осындай нәрсе біздің қоғамымызда көп таралып кеткеннен кейін, жаңа Медет ағамыздың айтқанында мысалға тексертулері, жаңағыдай өнім қайта деген секілді, ол нәрсе адамды бір қуантады да, осындай өнімді тексеріп, оны бір оң қорытындысымен шығарып жатса мысалға да. Осындай нәрсе көп болып кеткеннен кейін, сол нәрсені анықтау мақсатында ғой жасалып жатқан. Енді мынандай нелер болды да, мысалға жаңағыдай қымыз ішіп алады бір таныстарым, одан кейін правосын айырып қалады деген секілді. Сөйтіп мынандай нәрсені талап етті. Ол не қымыз ба, не арақ па, оны шығарып беретіндей мүмкіндіктер бар ма дейді. Шығарып беретін мүмкіндіктер болады, ол лабораториялар бар. Біздің Ақтөбеде жоқ та, Алматыда бар.
аппараттарға байланысты ғой енді. Қымбат оборудование болу керек ол кезде. Енді сараптаманы өткізу үшін ол өнімді мына жалпы құқық сақтау органдар соны қолға алып өзінің жаңағы изъятие болады оны. Енді оны дәлелдеу керек қой. Мысалы, қай жақтан алдыңыз, направление жазу керек. Мысалы, мен қазір базардан барып сатып аламын да, оны өзінің еркімен ана жаққа жіберейін жақсы. Өзінің ақшасын төлеу керек оны жаңағы зерттеу үшін. Олар зерттеп шығарып береді, құрамында осындай заттар бар деп, мысалыға. Бірақ одан кейін претензия кімге предъявлять етесіз? Мен базардан алдым дегенге маған кім сенеді? Иә. Бұл жерде құрамында шығарып берді дейсіз. Иә. Одан кейін оны ана жаңа алған жерге барып предъявить ете алмайсыз. Өйткені ол заңды түрінде оны мен алдым деген қолдар көрсету керек. Енді өзінің нелері бар, әдістері бар. Содан кейін жаңа тексерістен өткізіп, осындай зат бар екенін дәлелдеп, анықтап, жаңағыдай шара қолдануға болады. Оны шара қолдану үшін істейміз ғой бізде, мысалы. Түбінде оны шығармау үшін. Бірақ оны қазір біз оны жасай алмаймыз. Оны үкімет тарапынан осындай зерттеуден шығару керек. Енді ол адам оны шығарам деген болса, оған кім тосқай қояды? Және де ол адам ішкен кезде қымызды нені ішіп отқанын өзі жауапкерші ғой. Оған ешкім оның аузына құймайды, барып өзі сатып алады. Яғни адам баласы ақылды болғаннан кейін ол қарау керек. Мен қандай өнім, не ішіп жатырмын өзім, не жеп жатырмын дегенде, енді ол шариаттың үкімі да сондай ғой. Халал мен харам бар жаңағыдай. Адам сосын жаңа кейде біз нетеміз, сонда естиміз. Қымызханалар болады. Қымызханаларда отырып алып, түнімен жаңа қымыз іштік деп келетіндер болады. Таңертең алып келеді көбінесе біз водитель, жүргізушілерді ше. Таңертең алып келеді. Таңертең мас күйінде сағат 6-5-терде түнімен жаңа қайықта болдым, түнімен қымыз іштім деп айтады мысалы. Енді қымыз деген жайын айттық қой, бұл ондай жаңағыдай сыраханада отырып ішкендей ондай зат емес. Оны жаңағы тамақты ішкеннен кейін кішкене өзін қорытыну үшін жаңағы бір пайдалы үшін ішуге болады деп ойлаймын өзім. Былай отырып алып литрлеп ішіп әңгімемен соғып ол жақтан не айтып отырсың сен? Ол анаға қарасаң кезінде біздер сыраханада отырып сөйтіп, қазір де бар ғой. Адамдар пивоны тартып, балықты жеп, сөйтіп әңгіме айтып отырады. Соған ұқсастық келіп тұрған сияқты да. Адам сонымен жаңағы қымызды ішіп отырады. Енді ол жерде қымызханада сондай бір, не үшін оны сен отырып ішесің? Қазір сіз отырып алып 1 литр, 2 литр, 3 литр қымызды іше аласыз ба өзіңіз отырып? Не үшін керек ол зат? Ол тағам емес, ол жаңағыда айтып отырмын ғой, бір сусын ғой. Ал енді түнімен отырып олай істегеннен кейін адам баласы ойлау керек. Мен бұны не үшін істеп жатырмын? Психология жағынан мен бұны не үшін істеп жатырмын? Өзімнің уақытым өтіп жатыр, қымбат затты уақыт. Түнде адам ұйықтау керек, демалу керек, жұмыс жасау керек дегендей. Түнімен ол отырып ішкеннен кейін бізге мас күйінде алып келгеннен кейін бізге қандай претензия айта алады? Яғни өзің отырдың, өзің уақытың жібердің, аяқтан бірдеңе тап болдың деген айтамыз. Мұны көрсетіп тұр сізге. Яғни сіздің істеп жатқаныңыз әдісіңіз өзі түбінен дұрыс емес. Көзқарасыңыз дұрыс емес. Қымызды ол үшін ішпейді адам баласы. Пайда үшін ішеді. Сол себептен айтамын деген, қазір көрермендер көп тұрған болса, егерде қымыз ішіп, сосын одан кейін сіздің мас күйіңіз анықталған болса, өзіңізден басқа ешкім көре алмайсыз. Оны барып біреуге претензия, мен мына жерден қымыз іштім осындай деп, оны дәлелдеу үшін сол қымызды қайтадан шығарып, ішкен қымызыңызды тексеру керек қой. Одан кейін ол қымыз бар ма жоқ па қайдан білесіз? Сол себептен не ішіп жатсыз, не жеп жатсыз, соны не беру керек, мән беру керек. Жаңа айтқандай танымалы бір брендтер болса, оны ішіп, өзіңізге пайда алсаңыз жақсы. Бірақ түнімен отырып бір жерде белгілі қымыз ба қымыз білмейсіз, соны жаңағыдай рахаттану үшін ішу, ол кішкене дұрыс емес. Менің кейбір сол айтайын деп осы мезетте кейбір клиенттер, мысалға Астанадан менде клиент болды, Алматыдан клиенттері болды. Мен әуел кезде ұрандатып бастап жұмыс жасады. Жаңағыдай сол башкирскийді сататын жігіттер. Отандық өнімге не берейік, жаңағы не деп айтатын еді?
көмек берейік деп біз сізбен серіктес болып давай жұмыс жасайық деп жұмыс жасағанда осы нәрсемен мен не істеп қалдым. Жаңағыдай осы жағдаймен кездесіп қалдым. Олардың талаптары жаңағыдай болды менде. Медет аға, сіздің қымызыңыз жаңағыдай басқа теппейді дейді. Бізге ондай керек емес дейді. Сосын айтамын, ол не сонда десем, сол анау басқа тебетін болу керек дейді. Ой, жоқ, мен ондай істей алмаймын, бауырым, сен ренжіме десең. Ой, жоқ, бізге сондай шығарып бер дейді. Сен қызықсың. Қалай ол? Деп бір-екі кісімен осылай мен нені жаңағы сауда қарым-қатынасты үзіп тастадым. Олардың талаптары осындай болды. Жалыптары жаңағы Медет аға, біздің не бар, жаңағы нелер бар, башкирский клиенттер бар. Олардікі клиенттер жаңағы ана себепті жақсы алады деп жаңағыдай басқа тиеді дейді ғой. Сол себепті өтімі жақсы дейді. Мен айтам, Алла несібеміз жазып қойған, бауырым қоя қойық. Деп сөйтіп қарым-қатынасты, сөйтіп сауда қарым-қатынасымызды үзіп тастағанбыз. Осы 2000 қателеспесем, жаңағы 23-те ма деймін. Как раз сол жылдар осы бір не қатты тіркеліп атты ма, осы бір не дейді жаңағыдай вытрезвительде біреу не істеп атты, сондай басталып атты уже. Түсінікті. Құрметті көрермендер, жалпы біздің уақытымыз соңына таяп қалған. Енді бір сұрақ қойып, сіздерге ортақ бір сұрақ, сонымен өз ойларыңызды айтып, сонымен қорытындыласақ подкастымызды. Жалпылама қымыз бен денсаулық жайлы қоғамда кеңірек ақпарат тарату үшін не нәрсе жасауымыз керек? Осы жайында бір кішігірім ойларыңызды айтып қорытындыласақ подкастымызды. Менің ойым, енді оған қымыз белгілі бір негізі сосын ғой қазақтарда. Ол Қазақстан жерінде қымызды бір жаңағыдай жарнамалық қажеті жоқ. Адамдардың бәрі жақсы біледі қымыз затты не екенін. Бірақ та енді айтып отырмын, қазіргі бәсекелес көп, сосын жастар көбісі қымыздың ащылығына қарап, оны бір дәріптемейді де. Андайларды ғана тәтті затқа үйреніп қалған. Сол себептен айтып отыр, балалар қазір балқымызды шығарып жатыр мысалы. Тәтті болғаннан кейін адам сол балқымызды тәттілік үшін ішеді. Бір таза өнім, бір жағынан пайдалы, бір жағынан не дейді. Енді бұл жерде айтып кетейін деген, айтып отыр, сақтау мерзімі деп айтамыз біздер. Сосын құрамында бал деп айтып, ішіне шекер қосатындар болады. Енді құрамында жазылады. Негізі маркілер көп қой қазір шығып жатқандар. Шекер келгеннен кейін ол шекер келем деген шейін сақталу уақытында ол бродить етеді. Брожение болады, процесс шекер болған жерде өзі обязательно процесс брожения басталады. Енді брашка деп айтамыз кезінде. Совет одағының адамдар біледі қалай жасайтын затты. Шекер қосады, дрожжи қосады суға кәдімгі. Содан басталады ол зат. Содан кейін спирт шығады ішінде. Соны ішіп адам мас болады. Самогон шығаратындар болды кезінде. Енді мынау сол да бір түр ғой. Мысалы пиво алсақ, пивоның ішінде 4 промилле деп айтамыз. 4% дейді ғой жаңағыдай. 4 промилле тағы басқа заттар сондай бір құрамында алкоголь болады да. Сол 4%-ның өзі адамды мас қылады. Адам ішкен кезде. Оны енді литрлі ішеді ғой адам болса. Мына қымыздың ішінде тағы басқа бір өнімдің ішінде егерде брожение басталып кетсе, ол келем деген шейін саған шекер болса ішінде брожение бастап келеді, сіз оны ішкен кезде әлбетте ана ішінде құрамында әсер береді сізге. Өйткені спирт ол адамның қандай болса да адам болсын, ол спирттің ісі бір адам мас қылады. Кірді ме ішке, ол мас болады. Сол себептен адам жаңағыдай бір көңіл көтеріліп, өзінің ішкен кезде, мына қымыз ішкен кезде өзінің бір көңілі көтеріліп жатса, тағы бір бозарып жатса, бір настроениесі көтеріліп, ойлау керек, бұның ішінде бір нәрсе бар деген сөз, сол үшін ішеді адам рахаттану үшін. Жаңағы пиво болмайды, арақ болмайды шариғатта. Қымыз болады деп өз-өзін тыныштатады. Дұрыс емес ол. Ол өтірік те. Өтірікті шындыққа ешкім айналдырмайды. Қалай сен оны өтірік десең, ол харам болат, харам. Бірақ енді жаңа айтып отырмын ғой, қазіргі Құдайға шүкір осындай
кәсіпкерлер бар, таза өнім шығарады, сертификаттары бар. Солармен егер де шынымен қымыз ішкің келсе, соларын алып іше беріңдер, ешқандай проблема жоқ бұда деп ойлаймын мен. Өте пайдалы зат. Сол. мысалы медиада қазір көбейіп кетті ғой түрлері қымыздың. Сіз халыққа қалай мысалы қандай қымыз ол шынымен дұрыс екенін мысалы қалай ішуді кеңес бересіз? Қай жағынан қарау керек, құрамында не нәрсе болмау керек деген секілді. Енді қазір көбісі құрамын көп адамдар оқи қоймайды ғой. Көп адамдар оқи қоймайды. Енді составына біздер бәрін жазып қойдық. Біз енді біздің жаңағы негізгі ұстанатын затымыз ол сақтау мерзімі. Біз сол кейбір клиенттермен мысалға дүкенге апарған кезде мынандай жағдайлар болады. Ана дүкеншілерде мынандай жағдай бар. Біз әуелгі жылдары өте қатты не болдық. Жаңағыдай соқтық сол мәселемен. Холодильникте светті үнемдеу деген жаңағы тоқты үнемдеу. Күндіз қосады, түнде біз холодильникті көп дүкеншілер осы жағдайды жасайды. Түнде қосады, молочный продукт сақталып тұр ма? Күндіз қосады, түнде холодильникті ағып тастайды. Сосын тауарыңды сенің құртады. Сосын мойнына алмайды. Бізге андай масса осындай жағдай көп болды да. И біз осы жағдаймен жұмыс жасадық. Біз осындай болу керек, осындай болар қақсадық. Кейбір сосын тауарды олар өткізіп бастады ғой. Өтті бір какой-то процент өтті, сосын сұраныс болды. Біздер тауарды алып кеттік, біз шығынға баттық. Содан кейін талаптарды күшейттік. Холодильнигін норму қазір енді осы тұрғанда қазір датчик қоямыз. Жаңағыдай біреулерге клиенттің холодильнигіне тексереміз да. Мысалы кейбір клиенттер бар, холодильниктердің несі температурасы 10 градус, 15 градус болып тұрады, плюс. Ол деген ненің сүт өнімінің жаңағы нормасына келмейді. Бұз жібереді, келмейді. Сол себепті ондай болса, біздерде кейде датчиксіз да жаңағыдай тексере саламыз, қарай көрініп тұрады. И бірден айтамыз, құрсын, апай, жұмыс жасамай қояйық сізбен деп. Бірақ сондай сұрап тұрады, қоймай тұрады. Біз бірақ қазіргі таңда өзіміздің холодильниктерімізді қойып жатырмыз кейбір андай дүкендерге брендировать етіп. Жаңағыдай наклейкасын жабыстырып, атын жабыстырып, сосын өйткені өзіміздің холодильник ол жаңағыдай біз талап еткен затта тұрады. Біз талап еткен затта тұрады, и сақталуы ол жерде кепілдік береміз. Сол. Медита Сакина, уақыттарыңыз бөліп келгеніңізге Алла разы болсын, Алла кәсіптеріңізге, жұмыстарыңызға береке берсін. Құрметті көрермендер, осымен біз подкастымызды аяқтаймыз. Сіздерге пайдалы болдық деп үміттенеміз. Келесі кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам.